Не істеп жатсың? Заманбек 23 жаста. Есепші мамандығын бітірген телеоператор. Көп сөйлеймін дейді. Тым көп. Көп адамға жақпайтын дүнием. Көп сөйлеу. Қиын ол. Құдай тілді бердім ба, сонымен жүріп қалы. Үндемей қалсам, мысалы, бір апта үндемей жүрейші деймін ғой. Қиындық туындатады, просто адамдар қасында жүргендер. Не болды? деп сұрайды ғой. Не болды үндемей қалсың ғой? Бірдеңе болды ма? Үйде бірақ перзентпін, қыз да, ұл да жоқ менен басқа. Жұмсай алмайсың біреуді. Жұмсалып кете бересің да, қиын да. Бір бала үйде болса, екіншісі көшеде жүрсе, жұмсап, анаң ауырып қалса бірдеңе деп қарай тұр деп айтуға да болатындай. Егер де мен жұмыста болсам, анам ауырып қалса, амал жоқ, сұранып барып укол салуға тура келеді. Әкем жоқ, туылған кезде тастап кеткен. Енді білмеймін, енді өгізде өз жас болған шығар енді, сондай. Қалай түсіндірсем болады. Жастықпен істеп болған шығар енді. Өзгереміз ғой? Әрине. Кеттік. Сәлем, Ульяна. Сәлем, Оян. Заманбекті Ульяна түбегейлі өзгертуге дайын, солай ғой? Иә, бастайық ендеше. Кеттік. Заманбек Ульянаның да ішін пыстырған жоқ. Өзгерісті жақсы көңіл-күймен, әзіл қалжыңмен қарсы алды. Сіздерді қалай атаймыз? Біз барбер дейміз ғой, барберка деп айтамыз ғой. Әттен қазақша түсінгеніңізде ғой, әңгіме жіберетін. Өзім өтпей жатыр ғой. Мынадай шашқа үстіндегі жемпірі үйлеспейтіні анық. Стилін өзгерткенімізді асыға күтіп отырсыз ба сізде? Александра, а можно какой-нибудь ремень? Біздің жігіттер шетінен сымбатты болып шығып жатыр ғой. Бұлай қараса қарапайым. Не өзгерттіңіз, не сиқыр бұл? На данный момент мы использовали смешение разных стилей. Әртүрлі стильді біріктірдік, өйткені Заманбек жас, жалынды жігіт. Қазіргі жастар үшін киім ол әдеміліктен гөрі ерекшелікті көрсету үшін керек. Образда сол талапқа сай. Жалғасы В пішінмен қиылған киімдерді кимеңіз. Ол сәнді емес. Дене бітіміңіздің артықшылықтарын айшықтай алмай. Не подчеркивает достоинство вашей фигуры. Сәнгердің жұмысы көңілден шықты. Жақсы болды. Психологқа ерекше шабыттанып барады енді кейіпкеріміз. Алдыңғы бөлімде біз Заманбектің сырт келбетіне біраз өзгеріс енгіздік. Сәнді жігіт боп шыға келді. Ал оның жан дүниесінде немесе бей санасында қандай сыр бар? Ашып көрейік. Өміріңіздің қай сферасын жақсартқыңыз келеді? Қазіргі істеп жүрген жұмысымда. Кім болып істейсіз? Оператор. Сериал, кинолар түсіретіндегідей. Сондай дәрежеге жеткенге дейін. Сериал мен кино түсіретін оператор болғым келеді дейсіз, е? Сериал мен кино түсіретін оператор қандай болу керек? Тиянақты, тұрғылықты, өз ісінің маманы, өзінің жұмысын нақты білетін адам болу. Білімді. Бір помещение дейік. Соның ішінен бір 3-4 локация шығарып бере алатын адамдар. Ал сіз олайнан шығара алмаймын деп ойлайсыз, е?
әзірге жоқ. Егер де бір помещениенің өзінен ары кеткенде екеу шығаратын шығар максимум. Сіз қандай істерді аяғына дейін жеткізе алмайсыз? Так достарыммен YouTube канал ашып, тоқтап қалған кез. Қысқа метражда фильм түсіру керек. Бастап беріңіз? Бастап полностью аяғына дейін жете алмай қалдық. Бір-екі кадр түсірілмей қалды. Мен ойлап тұрмын былайынан. Тиянақтылық дегенді сіз шыдамдылық деп мүмкін. Солай қабылдайтын шығарсыз дейсіз ба? Иә, мүмкін сізге шыдамдылық жетпейді ма? Ол дүниеде бар, сіздің айтатын шыдамдылығы жағы ше. Барлығы нормально, почти барлығын түсіріп келдік. Аяғына келген кезде ол съемка Шымкент қаласында емес, Астанада түсірілетін болды. Содан кейін әңгімеге қойдық та. Кім бастайды араздасуды? Төбелесті, ұрсысты? Білмеймін. Неге сіз жүрген жерде конфликт болып қалады деген сұрақ қой. Так, не ондай дейсіз. Яғни екі жерде де мүмкін мен бастайтын шығармын ол жерде. Бірақ білмейді екенмін шынымен. Енді кішкентай кезіңізде елестетіп көріңізші. Қай уақытта сіз сабырлы, шыдамды Заманбек едіңіз? Неше жас? 5, 3, 6 жастағы Заманбек садикте? Жоқ, садикте бітірген жасым 6. Сол елестетіп тұр, иә? Сол Заманбекті сабырлы ғып орындыққа отырғызып қойсақ. Қарап көріңізші. Ол кезде қасына бір адамды отырғызып қою керек болады. Танымайтын оны. Қорқып отырғызу керек па? Жоқ, қорқып емес. Просто ұялтып. Ұялтып, иә? Енді қазір ересек кезіңіздегі Заманбекке Сабанбек отыр, сабырлық сақта деп айтыңызшы. Дауыстап па, әлде іштен ба? Иә, өзіңізге айтыңыз. Отыр, сабырлық сақта. Заман сабырлы болып отыр. Не сезеді? Не келді жаңа? Бірдеңке келді, айтыңыз сразу. Особо қатты былайынан ештеңе келген жоқ, бірақ именно сіз жаңа балалық шақты еске түсіргеннен кейін ба, білмеймін, как будто мен қасында біреу отырған сияқты сезіліп қалыпты. Иә. Сол ғана. Откуда это? Білмеймін. Это из детства. Қараңыз, жаңа екі ретте сіз айттыңыз, анау 6 жастағы Заманбек алдын қасында біреуді отырғызып қойса отырар еді деп, иә? Тыныштандыр. Иә, тыныштанып отырушы еді, иә? Қаншалық уақытқа дейін? Иә, ұялып біреу үшін отыра тұрады да. Жаңағы ересек Заманбекке тоже қасында примерно келіп қалды ғой образ. Уақыт әңгімесі ғой ол еще. Жоқ, иә, айтып қалғанда келіп қалды ғой. Иә, жоқ, білемін ғой. Енді қараңыз, ол привычка. Ол машық, ылғи біреу үшін бірдеңкені істеу. Ал егер де соны фокусты өзімізге айналдырсақ, өзім үшін бірдеңке істеу. Өзім үшін. Осыған дейін қанша дүниені сіз өзіңіз үшін істедіңіз, қанша дүниені өзгелер үшін істедіңіз? Осы жұмысқа тұрғанның өзім үшін болғанымен жұмыс істеу, бірақ басқа біреулер үшін ғой. Вот именно что. Енді қайтадан жаңағы сериалдың 245 сериясына келсек, нервіңіз ауырып жатыр, жыныңыз келіп жатыр, бәрін боқтап, қуып шығарыңыз келіп тұр. Не істейсіз? Өзім үшін сол, егер де сол серияны өзім алған болдым десеңіз, бәрі өзім үшін, өйткені оны мен үшін біреу жасап бермейді. Бұлар өтсің, менің өмірімде тұрған дүние сияқты да. Менің өмірімде тұрған сияқты емес, сондай болып тұр да. Солайынан келе жатыр да. Прям на одной волне деймін ба? На одной волне. Мен бұл киноны бітіруім керек. Сондықтан да мен ананың барлығын шыдай аламын деген ішкі күш содан шығады. А так получается, сіз соның барлығын біреу үшін істедіңіз. Яғни мен өзім мақсатыма жету үшін түрлі компромистермен дипломатияға, сабырлыққа үнемі дайын. Талпыну керек, дайын болу керек. Дайынмын, иә. Ол үшін мен қазірден бастап тәжірибе жинап жүрмін. Маған не ұнады? Шашыңды алғаннан кейін бірден көзқарасың өзгеріп шыға келді. Сондай болды ма? Шаш алатын жердегі кісілердің өздерін, мысалы, адаммен сөйлесуі де керемет. Жаңа сөйлескен, мысалы, психолог кісінің өзі де. Бүгінгі күн қандай стереотиптерді болды? Сенің санаңда. Өзіңді алдыға қоюды береді. Нәтиже береді деп сенеміз. Әрине. Иә, құрметті көрермен, сіз де өзгеріске ашық болыңыз. Бұл ғасыр өзгерістің ғасыры. Өзіңізді жақсы жаққа өзгертсеңіз ғана жақсы ғасырда өмір сүресіз. Күніңіз керемет өтсін.